Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, неше жатсыздар? Мен бүгін кеше мама бізде мынандай аквагрим сатып алған. Бұл жақта тек краскасын өзі емес, және тағы осындай нелер бар, карандаштары, и мынандай тоже ақ пен қара түс бар. И достар, менде мынандай идея болып тұр. Қазір осымен бірге бетімді бояйын деп тұрмын. Сіздер Аватар деген киноны білетін шығарсыздар. И соған қарап мен қазір өйстіп бетімді бояйтын боламын. Так, достар, бірінші мынаны ашамыз. Мен мынандай түстер. Бізге үшін көк түс керек, және ақ түс керек болады. И ерінді бояу үшін қызыл түс керек болады. Достар, мен сіздерге қазір көрсететін боламын, мен қалай істейтін боламын оны. Міне мынандай тура осындай істеймін. Прям тура осылай емес, енді актер істейтін боламын. Мен уже білем, в принципе, қайтып істейтін. Міне былай. Бірінші давайте үсті жағын мына жағын істеп көрейік. Ол үшін көк түсті аламыз. Міне. И мынаны қазір бояйтын боламыз. Так, бірінші мына сызып алайық. В принципе, мынау слишком кішкентай болып қалды. Өйту керек мынаны. Өйту керек. А то слишком кішкентай болып қалыпты. Қазір мен сіздерге қалай істегенін көрсететін боламын. Достар, мен өйстіп істедім мына жақта. Мен өйстіп істедім. Енді қазір былай істейтін боламын. Осы көк түспен мына екі шетін істейтін боламын. Былай екі шетін прям. Көрсетем сіздерге қалай болады. Міне, мына жақ, мына екі осы жағы істейтін боламын. И қазір соны істеп көретін боламыз. Енді істеп көрейік. Так, қалай еді? Міне былай. Мен естіп, бітірем. Так, достар, мен естіп істедім. Енді қазір тура солай мына екі шетке істеймін. Мына көзін мына жағына и мына жағына істейтін боламын. Ол сізге қалай істейтін көрсетеміз. Примерно почти көзді бояймыз. Мына жақта солай, в принципе. Өйткені тура көздің үстінен тұрған жоқ, но әйтеуір тұрды. Міне. Шикарно. Так, қанша көрсететін боламын. Так, достар, мен өйстіп істедім. Кішкене түзеп жүреміз мына жағын. Қасымен бірге істеп кетті жарайды. Жақ прям жақсырақ шыққан сияқты. Міне, и енді былай мына жақта бесеу істеп болдық. И мына жақта екеу, и мына жақта екеу істейміз. И сумар уже ол сызықтар уже болады. Так. Мынамызда қалай істейміздер? Былай істейміз. Міне. Мына жақтан басқа істейміз. И мына басқасынан сөйлейді. Міне, былай істейміз. Міне. Зараз істейік. Шынымды айтайын, достар, мен художник емеспін. Мен өзім бірінші салып жатырмын, сондықтан. В принципе, нормально шығып жатыр, маған ұнап жатыр. Енді тура осындай мына жаққа істеу керек.
Прям точь-точь істеу керек, потому что ол дұрыстап шықпай қалмаса, тогда все уже. Басқа выбор жоқ, потому что әйтпесе бұзылып қалуы мүмкін. Ой, блин, дұрыстап шықпай қалды, жарайды енді. Так, бой салайық мына жағын. Так, былай ойаймыз. Мне кажется, мына жақ толстырақ болған. Жарайды, нормально. Пойдет для первого раза. Мына жақ енді бұл кішкентай. Ту, не болып кетті? Бағана істеген, бағана вообще күшті шыққан прям. Жоқ, нормально екен. Нормально, бағана тұр. Енді қазір бүткірін прям түзелеп тұрып шығамыз, прям дұрыстап істеу керекпіз. Мына жақ негізі керек емес болған. Мына жақ керек емес болған. Короче, на жақ керек емес әйтеуір. Ладно, для первого раза пойдет. Еще үйренеміз. Талай әрі істейміз, достар. Әлі талай істейміз. Так. Ну все. Так, достар, енді мен мына жағын істейтін боламыз қазір. Мынандай нүктелерін, то есть ақ каждый шеттерін істейтін боламыз. И как көреміз қалай шығатынын. И қазір, когда көреміз енді. Так, давайте, басайық. Так, бірінші қай жақтан басайық? Давайте мына жақтан басайық. Жоқ, ортасына да істейді. Видеода, достар, солай тұр, міне қараңыздар. Ой, то есть видеода бір-бірлеріне жақын тұр да, и ол жақта кішкентайырақ. Но басқа выбор жоқ енді. Бізде қандай бар, солармен істеп жатырмыз. Дәл мына жақ. И на жақ, и на. Короче, каждый істеп шығу керек қой сөйтіп. Даже қасыма, қай жағыма, шашыма да тисе, сол жақтарға істеп шығу керек. Міне, и тура солай мына жақты істеп шығамыз енді. И мына жақты енді. Қиын екен енді, достар, бай істеу. Көрмей тұрмын дұрыстап енді. Жарайды енді. Мына көкөме болып кетті. Насыл. Жарайды. Енді, достар, мына екі жағын ақылдап істеу керек тоже. Ол жақты енді бояу керек бірден барды. Былай бояймыз. Әне. В принципе, маған ұнап тұр. Бірақ аватар ақсап тұрған жоқпын. Но, бірақ әдемі болып шығып жатыр. Вот. Достар. Так, достар, енді былай істейміз. Қазір біз бір спонжик аламыз да. Үлкен спонжикті аламыз да. Мына жақтарды, и мына жақтар бояу керек болған, шеттен бүткіл. Но мен тек мына жағын боятын болам, ол қалай деп ойлайсыздар. Оған тоже көк түсті аламыз. Не. И мына жаққа жағамыз просто. Опа не. Бірақ кет қалмаса екен енді. И былай просто жағамыз. Бланк. Бланк. Ой. Что-то қатты бас жердім. Ой. Аз болып қалды.
Ой, қатты көп керек. Что-то переборщила. Что-то я реально переборщила. Что-то. Ладно, давайте на рахтарға секірейік, если можно. Ладно, давайте хотя бы на осы екі мұрынжаққа қарай секірейік. Посмотрим, как это получится. Ну, нормально, пойдет. Ой, бұл шашым немен шығып кеткен бүткілі. Енді, достар, білесіз ба, не істейміз біз? Енді давайте, бұл жақта, короче, былайда. Былай ернім прям несе боямаған екен. Сондықтан давайте для интереса ернімізді қызыл боя көрейік. Нашта бізде қызыл не бар? Бұл қызыл боя қарасаң коричневый сияқты. Ой, и боя көрейік сонымен давайте. Давайте ойса көрейік. Міне, қызыл ғана бар. Онан! Помадан орналға болады. Кетіргін кезде кетіре салам. Нормально. Маған надо, в принципе, мне ішіп шықты. Мне так қандай узор салсақ болады. Давайте, чтобы не было скучно. Ой, босқа қолымды прям қатты қызылға бояптым. Жоқ кетеді екен. Жақ болса қызыл болып қалды да. Бірақ енді қолым бүткіл қызыл. Ой, көк. Давайте поинтересно жақты да салайық. А то что-то скучновато стало. И не істейміз кетті. Мұрнымызды достар ештіп чуть-чуть бұлай боя қояйық, чтобы было красиво. И типа на жақтарды бұлай се қойсақ как-то. Міне бұлай. Ой, что-то переборщила. Что-то слишком не қалды. Ладно, давайте. Давайте у нас достар. Соңғы штрих мынаны түзеу. Ең главное, ең жақсы көрініп тұру керек болған осы ғой негізі. Міне. Маған надо, в принципе. Әдемі болып шықты. Жақсы екен негізі. Вот, достар осылай болып шықты. Достар, маған күшті идея келді. Менде нарықта тиынды барда көк түсті. Прям подошло мынағаншы. И мынандай көк түсті тиынды барда. Бұл тиынды с блесками. АСМР. И сосын мен соны қосайын деп шештім. Мен, короче, беге қатысам да, и мен сол кезде осы түсті қолданамын да. И поэтому как раз на кисточкасы көбінесе көк түс. Ай, неге алынбай кет? Алынбай тұр. Ай. Тут алынбай жатыр. Ой, все, алынды. Так, давайте бірінші просто былай қолмен жақ көрейік. Бірақ білмей тұрмын, қайда жасақ болады? Может быть, былай? Можно так, в принципе, да? Сол, тек мынаған емес. Типа, бүткілдеріне жағып шықсам қалай болады? Вот, типа, бүткілдеріне жағып шықсам.
Былай. Давайте онда өйстіп бүткілдене çalışайық. Бірақ көп уақыт алған сияқты. Бірақ кішіме көрінбейді да, что типа боялғаны. Мен жақтым ба, оны жақпадым ба? Ду. Мына. Көріне ме екен? Ну, нормально көрінетін еді. Тоже қолым бүткілі прям не болып кетті. О, достар, уже әдемірек шықты, иә? Маған, в принципе, ұнап тұр. Жағып қояйық, болды. Так, все болды, достар, менің макияжым бітті. Ал, достар, осы сіздерге видео ұнаса, осы видеоны до конца көріп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Ал, келесі жолы қандай аквагриммен суреттесем болады, комментария жазып кетіңіздер. Всем пока-пока.